Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге жеңіл тамақ әзірлейміз. Алдымен қызып тұрған табағы фарш пен пиязды араластырып, оның үстіне болгар бұрышын қосып қуыратын боламыз. Одан кейін үстіне қызанақ салып араластырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш салып араластырамыз. Біздің фаршымыз дайын болды. Одан кейін картошканы пісіріп алып, үстіне сары май, жұмыртқа, тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған пюрені осылай табаға жаймендеп алып құйып шығамыз. Үстіне бағанағы дайындаған фаршымызды асықпай салатын боламыз. Одан кейін үстіне сырды асықпай салып шығамыз. Үстіне сырды салып алғаннан кейін духовкаға 180 градусқа 10 минутқа салып алатын боламыз. Мінекей, біздің тағам дайын болды. Тәрелкеге салып, жан-жағын осылай әсемдеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын.